Білесің ба, сен өмірден озғаннан кейін адамдар сен жайлы не айтады? Бұл сұрақ барлығына қызық шығар. Бірақ менің ойымша адамдар сенің қандай көлік мінгеніңді, қандай үйде тұрғаныңды, қанша ақшаң болғанын және қандай лауазым иесі болғанын жөнінде айтпайды. Олар сенің қандай адам болғаның жөнінде сөз етеді. Сен олардың өмірін қалай өзгерттің, сен оларға қалай көмектестің, міне осы жайында талқылайды. Және олар сенің отбасыңа не болмасын деп келе ме? Немесе шынымен сенің жоғыңды жоқтап, жүректері ауырып, жылап келеді ме? Мұның барлығы сенің өзіңе байланысты. Сондықтан сен бұл өмірде материалды құндылықтарға емес, өзіңнің артында талқылауға тұрарлық, мақтан етуге тұрарлық дүние қалдыруың керек. Я, білемін, мүмкін сен қазір өміріңнің қараңғы кезеңінен өтіп жатқан шығарсың. Саған қазір ауыр шығар, бірақ мынаны есіңде сақтағаның үшін кез келген ұзақ түннен кейін де жарқырап күн шығады. Кез келген ауыртпалықтың артында бір жеңілдігі болады. Сондықтан соңына дейін күресе біл. Бастаған ісіңді соңына дейін аяқта. Иә, сенің белгің келеді, тоқтағың келеді. Басқалар да саған айтып жатқан шығар, бұл ісіңнен еш нәрсе шықпайды деп. Және сен өз ісіңнен ешқандай нәтиже көрмегеннен кейін қолың түсе бастайды. Бірақ саған айтарым, кез келген жетістіктің жолы ауыр жол. Кез келген ұлы адам жетістікке жету үшін көптеген қиындықтарды еңсерген. Жетістік пен қиындық ол қатар жүреді. Және сенің де жолың сондай ауыр болмақ. Егер жетістіктің жолы оңай болса, онда не үшін барлық адам табысты емес, не үшін барлық адам бай емес? Себебі жетістіктің жолы ауыр болғандықтан тек қана оны санаулылар ғана жүріп өте алады. Біз бұл өмірге күресу үшін келдік. Қиындықтарды жеңу үшін келдік. Адам тек қиындықпен, еңбекпен келген дүниені бағалай алады. Ал жеңіл жолмен келген дүниенің ешқандай құны болмайды. Алмас, бағалы дүние заттар, алтын, барлық ол жердің терең түбінде жатады. Ал оны қазып жету үшін көп еңбек ету керек. Міне сол үшін де олар бағалы болып есептеледі. Сенің де жетістігің, сенің де мақсатың, арманың осы сияқты. Олар тереңде жатыр, және оларға жету оңай емес. Сол себепті олар күресуге тұрарлық. Біздің әлем ғаламдағы ең керемет орын. Ол тіршілікке қайнап тұр. Осындай керемет әлемде сен дүниеге келдің. Сенің қол аяғың бүтін, денің сау, ішерге асың, жатарға баспанаң бар. Сондықтан сен өмірге шағым айтпауың керек. Керісінше, осындай керемет жағдайда туғаныңа, өмір сүріп жатқаныңа шексіз қуанып, өз мақсатыңа қарай ұмтылуың қажет. Өз өміріңе деген жауапкершілікті өз қолыңа ал. Себебі сенің мақсатыңа ешкім жетіп бермейді. Оны тек қана сен өзің жасау керексің. Мұны маған айту ауыр, бірақ сендер жалғызсыңдар. Барлық қиындықты жалғыз өздеріңе еңсеруге тура келеді. Алайда бұл ұзаққа созылмайды. Уақыт өте сендердің жандарыңда керекті адамдар да табылады. Мүмкін сендерге қазір ешкім сенбейтін шығар. Мүмкін сендерге қазір ешкім қолдау көрсетпейтін шығар. Тіпті сендердің әке-шешелерің, достарың, туыстарың мүмкін сендердің көздегендеріңе, сендердің мақсаттарыңа, армандарыңа қарсы шығар. Олардың ойынша бұл түкке тұрғысыз дүние. Егер осындай жағдай сенің басыңнан өтіп жатса, онда оларға мән берме. Олардың негативті сөзіне сендердің өмірлеріңді, сендердің мақсаттарыңды құртуға жол берме. Сен өмірге бір-ақ рет келесің, сондықтан өз өміріңе деген жауапкершілікті өз қолыңа алуың қажет. Сенің өміріңдегі маңызды шешімдерді сен үшін әке-шешең, достарың немесе басқа да біреулер қабылдап бермеу керек. Оны сен өзің қабылдауың қажет. Міне сонда ғана сен өз өміріңді сүріп жатсың. Міне сонда ғана сен барлық жауапкершілікті өз қолыңа алып жатсың. Ешкімнен қолдау күтудің қажеті жоқ. Егер сен өз идеяңа, өз ойыңа сенетін болсаң, онда еш нәрсеге қарамастан оны іске асыр. Мейлі бүкіл әлем саған қарсы болсын, бірақ сен олардың алдында тізе бүгуші болма. Сенің жолыңның басында саған ешкім сенбейді, сенің идеяңа ешкім сенбейді, сенің достарың, туыстарың, оларға бәрібір болады сен бастап жатқан кезде. Тіпті сенің істеп жатқан ісің болмашы дүние екенін айтып, сені райыңнан қайтаруға да тырысады. Бірақ осындай сәттерде олардың сөзіне ерме. Саған ешкім сенбесе де өз ісіңді соңына дейін жеткіз.
нәтижесін көрсет. Сол кезде олар өздерінің қатты қателескенін түсінеді. Жолың қаншалықты қараңғы болса да, ауыр болса да, оны соңына дейін жүріп өт. Ешқашан тоқтама, ешқашан берілме. Бұл сенің өмірің, және сен ғана шешесің оны қалай сүру керектігін. Біреудің сөзіне еріп, өз мақсатыңды, өз өміріңді, өз мүмкіндіктеріңді жіберіп алма. Бұл өмірге біз тырысып көру үшін келдік, қателесу үшін келдік, және сол қателіктерден сабақ алу үшін ғана келдік. Бізге мектепте үйреткен қателесуге болмайды деп, қателессең жазаланасың деп, бірақ өмірде олай емес. Өмірде сен бірінші қателік жасайсың, сосын сабақ аласың. Және өкінішке орай, біздің әлемде мұны көп адам түсіне бермейді. Адамдарға қателеспеу керек. Сол кезде ғана сен жақсысың. Сол кезде ғана сен кереметсің. Сен қателессең болды, сенің сыртыңнан сөз айтып, сенің үстіңнен күледі. Бірақ бұл ең дұрыс емес дүние. Ал ең сорақысы, осы дүниеге сен сеніп өз мақсатыңнан бас тартуың. Сондықтан бауырым, ешқашан берілуші болма. Бастаған ісіңді соңына дейін жеткіз. Бұл менің Сарман Алтын таңба кітабы атты кітабым. Фэнтези жанрында жазылған қазақ тіліндегі тұңғыш фэнтези кітаптардың бірі десек те болады. Қазір Литрес сайтында сатылып жатыр. Кітаптың негізгі мағынасы біздің мемлекетімізде болып жатқан әділетсіздіктерге, сонымен қатар жер бетінде болып жатқан экологиялық апатқа қарсы. Кітаптың бағасы бар болған 900 теңге, және түскен қаржының барлығын мен кітаптың орыс және ағылшын тілдеріне аударып, басқа шетелдік сайттарда жарияланғанына бағыттаймын. Сілтемені видеоға сипаттамаға тастап кетемін. Міндетті түрде сатып алып оқыңыздар, және сіздердің сатып алуларыңыз маған үлкен көмектеседі. Алдын ала рахмет.